Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын, ол саяси даму тұрғысына бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. Халықты алаңдататын қоғам дерті сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл барлық азаматтың міндеті. Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жалпы мемлекеттік мәртебе берілген. Сыбайлас жемқорлықты жою және оның көріністерін болдырмау жөнінде қоғамдық және саяси күштермен бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды науқан жүргізілуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия негізгі басымдықтары: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдени деңгейін жоғарылату, адамдар арасында жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық – ол бүгін немесе кеше туған нәрсе емес. Ол заманның ағысымен бірге өсіп, тамырын тереңге салған індет деп ойлаймын. Сыбайлас жемқорлық – бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті саяси жүйесі, саяси тәртібі қозғалған емес. Сондықтан бұл індетке бірлесе қарсы тұруымыз керек. Келешек ұрпақты иманды, білімді, сауатты, салауатты етіп тәрбиелесек, бойына осы індетке қарсы тұратындай күш-жігер, намыс ұялата білсек, ертеңгі еліне адал қызмет ететін азаматтар шығатынына сенімдімін. Әрбір қазақстандық, әр отбасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бүкіл қоғамның, әр азаматтың ісі екендігін түсінуі керек.